жалғыз басты әкемін. Жасым 40-та қамал алатын жас деп айтып жатушы еді ғой. Ал мен болсам 40 жасымда құрған қамалым бұзылып, 3 бірдей баламды жалғыз өзім тәрбиелеп келе жатқан жайым бар. Ажал айырса амал жоқ. Бірақ баламның анасы тірі, жер басып жүр. 3 бірдей жәутен көздерді жәудіретіп, көзі қиып қалай тастап кетті екен деп қиналам. Бәлкім мен ол үшін жаман күйеу шығармын, ал балалардың жазығы не? Бірақ сонда да жаман күйеу болдым деп айта алмаймын. Бәлкім оған деген мәмілемнің жұмсақтығы оның менен жалығып басқаға кетуіне себеп болған шығар. Басқа себеп көріп тұрған жоқпын. Бұлайша қарасаң, мен секілді күйеуді көп әйел армандайды да ғой. Асып-тасып бара жатқан дүнием болмаса да, жақсы қасиеттерім баршылық. Ішімдік ішпеймін, темекі тартпаймын. Осы уақытқа дейін әйел баласына қол көтеру былай тұрсын, көңілін ауыртып алмау үшін қатты сөйлеп те көрмегенмін. Қатты ашуланған кезімде ғана үндемей сыртқа шығып кетуші едім. Өйткені момын адамның ашуы да қатты болады. Өзім оңтүстік өңірінің қарапайым ауылында туып өстім. Білімім де орта кәсіптік білім. Мектепте де анау айтқандай жақсы бағалармен бітірмесем де хат танып бірді бірге қосуды жақсы білемін. Содан 2 қолға 1 күрек қажет. Ер адамның жұмысы болу керек деп бір кәсіптің иесі болуды мақсат еттім. Шешем де қарапайым кісілер. Еңбек етуден ешқашан қашпаған және бізге де еңбектен қашпауды үйретті. Біреуден ілгері, біреуден кейін өмір сүрген, отбасында дүниеге келіп, тәрбие алған соң өз отбасымды да сол негізге сүйеніп құрған болатынмын. Әкем ер жігітке лайықты кәсіп деп мені аудандағы училищеге түсірген болатын. Электрик дәнекерлеуші мамандығы бойынша білім алдым. Содан оқуды бітірген соң ауылда жұмыс көзі табылмай Алматы қаласына келдім. Өз күніңді өзің көрмесең, ауылда ата-анаға қол жайып отыруға арландым. Оның үстіне біз 12 ағайындымыз. Мен 9-шы перзентпін үйдегі. Бауырларымның барлығы үйлі жайлы, өз күндерін өздері көріп жатыр. Маған қарасатындай жағдайлары да мәз емес. Әрқайсында 5-6 баладан бар. Сондықтан біздің үйдің ішкі заңдары бойынша әркім өз арбасын өзі сүйреуі керек. Сол себепті мен оқуымды бітіріп, қолыма диплом алған соң өзім жеке бөлек кеттім. Алып қалаға алғаш келгенде қиыншылықтар болды әрине. Мұнда ешкімді танымаймын, жұмысқа орналасу да оңай болмады. Әйтеуір тынымсыз еңбектенудің арқасында қалаға біраз бой үйреттім. Осында жүріп өзімнің сүйіктімді кезіктірдім. Онымен 2 ай таныстықтан соң әкем өмірден өтті деген хабар жетті. Әкем негізі бұрыннан асқазан ауруымен ауыратын. Соңғы кездері ол асқынып, асқазан обырына шалдығып, аз уақыттың ішінде өмірден өтті. Қазақ қабырғамызға қатты батқанымен, енді өмір ғой, анамыздың амандығын тілеп, өміріміз жалғасып жатты. Әкемнің жылдық асын өткізіп болған соң 25 жасымда өз сүйгеніме үйлендім. Біздің таныстығымыз қандай жағдайда өткені түсінікті шығар. Ол маған көбінесе қолдау көрсетіп, мұңайған кездерімде жанымнан табылатын. Менің көңіл күйіме қарап алаңдап отыратын. Осындай қыз менің жарым бола алады деген шешімге келіп екеуміз үйлендік. Анамның қолын ұзартып қара шаңырақта отыратын келін болмаса да, бастапқы кезде жап-жақсы келіндік қызметін жасап міндеттерін атқарып жүрді. Тұңғышымызға аяғы ауыр кезінде оны қасыма алдым. Оған дейін өзім қалада жұмыс істеп, апта сайын немесе 2 аптада 1 рет ауылға барып тұрдым. Келіншегім анамның жанында болды. Осылай қасыма келген соң біртіндеп мінез құлқы да өзгере бастағандай болды. Оның барлығында мен жүктілік кезеңіндегі өзгерістерге баладым. Солай біз 8 жыл өмір сүрдік. Дүниеге 3 баламыз келді. Бұрынғыдай емес, бала саны көбейіп, келіншегім баламен үйде отырып, жалғыз өзім асырау қалада күн көру қиындап кетті. Соның кесірінен арамызда жиі-жиі жанжал болып тұрды. Бір-бірімізді түсіне алмайтынбыз. Жетіспеушіліктен ұрса беріп, балаларымыздың да психикасын бұзып алмайық деген ортақ шешімге келіп, қаладан ауылға көшіп бардық. Ауылда әйтеуір мал бақсақта, егін ексекте күн көреміз деген ой болған еді. Бірақ ауылда да көзін таба алмасаң жұмыста жоқ. Тұрақты жұмыс жоқ болғандықтан бірде бар, бірде жоқ болып сол ауылдың тұрғындары секілді өмір сүріп жатқанбыз. Өмір болған соң міндетті түрде ойлы қырлы тұстары болады, қиыншылықтар да, жеңілдіктер де болып тұрады. Біз де
басқа отбасылар секілді осындай сынақтардан өтеміз, сосын бізде барлығы жақсы болады деп ойлағанмын. Бірақ отбасымызды сақтап қалу мүмкін болмады. Ажырасу туралы ойын айта берді әйелім. Мен де ер азаматпын ғой, ашуланамын әйелімнің бұл сөзіне. Сонда отбасы деген ол үшін ойыншық болғаны ма? Балалардың тағдырын неге ойламайды? Әр отбасында да болып жатады ғой мұндай ыдыс аяқты сылдыры. Сонда әрқайсысы осылай ажырасып кете берсе неміз қалады? Мен келіншегіме осының барлығын түсіндіріп, жылы сөзіммен жұбатып, бізде болашақта барлығы жақсы болатындығын сендірумен болдым. Маған да оңай болып жүрген жоқ. Менің де жанымды түсінгенін қаладым. Бірақ өкінішке орай, әйелім өз айтқанынан қайтпай, ақыры кетіп тынды. Екеуміз ажырастық. Кетерінде кенже қызым 8 айлық нәресте болатын. Оған да қайырылып қараған жоқ. 3 баламды өзіме тастады да есіктен шығып кете барды. Сол кезде анасынан 8 айында тірідей айырылып қалған қызының қазір тілі шығып, есік алдында жүгіріп ойнап жүр. Таңнан кешке дейін оның ермегі мен. Кішкентай баланың күтімі жақсы болса, тамағы тоқ тоңбай жүрсе ойнап жүреді. Бірақ бәрібір балаға ананың орны бөлек қой. Балаларыма ана мейірімінің жетпей жатқандығы сезіліп тұрады. Мен өз өмірімнен мысалдар келтіре отырып, шығарған тұжырымымды сіздерге айтайын. Ерлі зайыптының арасында кикілжіңдер міндетті түрде болып тұрады. Бірақ келіспей қалған сайын шешім шығарып, дереу ажырасуға асықпау керек. Енді мен емес, әйелім осылай шешім шығарып кетіп қалған соң, еркек те күйзеліске түседі ғой. Күйеуі балаларымен тастап кетіп жатқан келіншектер де бар. Бірақ олардың арасында қарағанда, салыстырмалы түрде алып қарасақ, әрине ер адамға қиын. Әйел адам ол ана. Ал аналарда аналық инстинкт жақсы жұмыс істейді. Кез келген ер азамат мұндай сынаққа шыдай алмай, морт-сынып кетеді көбінесе. Ішкілікке салынып, немесе балаларын жетімдер үйіне өткізіп, тағы да басқа әрекеттерге баруы мүмкін. Баласы үшін жанын беруге даяр аналар көп шығар, бірақ барлығы емес. Сол секілді осындай жағдайға душар болған әкелерді де жазғыруға болмас. Олардың да ішінде баласы үшін бүкіл өмірін арнайтын әкелер бар. Солардың қатарына өзімді жатқыза аламын. 3 баламмен жалғыз қалғанда маған өте қиын болған. Бірақ мойымадым. Қолымнан келген жұмыстың барлығын істедім. Қолымнан көп нәрсе келетін. Мамандығым бойынша дәнекерлеуші де болдым. Ұстада болдым. Құрылыс жұмыстарын да атқардым. Балаларыма жаным ашитыны болмаса, бұрынғыдан күнім жақсарып қалғандай сезінетін болдым. Балаларды бағу да маған аса қиындық тудырмады. Өйткені өзім де көп балалы отбасында өстім ғой. Өзім балажанмын. Әке де өзім, ана да өзім. Балаларымды барынша қамқорлықпен өсіріп келемін. Жұмыстан келсем, үшеуім мойныма асылып еркелегенде, осындай бақыттан асқан қандай байлық іздеп кетті екен бұрынғы әйелім деп түсіне алмаймын. Мүмкін ес кірер, балаларым үшін қайта келсе кешірер едім.